бір күнде бір адамға жақсылық жасамасаңыз, ол күніңіз бекер өтті деп есептейді. 28 ілмек, 28 петель деген клуб туралы айтайын деп сізді қонаққа шақырдым. Олар өте көп пайда тигізеді балаға. Массаж ретінде, жылу ретінде, сосын қан жүгіртеді. Бізде Астанада мысалға 70-тен астам ерікті бар. Әр бөлімшеге теңдеп бөліп береміз. Ойыншығын, барлық осы нені пятерка дейміз, плед, шапка, кеудеше, носки, ойыншық. Кеш жарық қымбатты достар, Астана Лайф подкаст каналында кезекті сұхбат. Бүгін біздің үстеліміздің барлығы толып тұр. Тоқылған киімдер, өзінің сымымен, жібімен және тоқып отырған дүниесімен маған қонаққа Айгүл ханым келді. Кеш жарық Айгүл ханым, қош келдіңіз. Негізінен данышпандар, өмірдің мәнін іздеген адамдар бір күнде бір адамға жақсылық жасамасаңыз, ол күніңіз бекер өтті деп есептейді. Расымен де Астанада қайырымды жандар, өзгелердің өмірін құтқаруға атсалысып жатқан жандар көп. Солардың бірі дәл осындай дүниелерді тоқып, шақалақтарға, яғни уақытынан бұрын туған шала балаларға өмір сыйлап жүрген біздің Айгүл ханым сияқты қолы алтын ханымдар. Айгүл ханым, сіздің 28 ілмек, 28 петель деген клуб туралы айтайын деп сізді қонаққа шақырдым. Бұл клуб қашан ашылды, мақсаты не, оның басында кімдер тұр, сіздер қалай жұмыс істейсіздер, осы туралы баяндап берсеңіз. Шақырғаныңызға рахмет. Біздің фондымыз негізінде 28 петель деп аталады. Ол ресми атауы, регистрациясы бар Қазақстанда. 2012 жылы біздің Қазақстанда бірінші рет болып ашылған 28 шілдеде. Бәрі сәйкес келіп тұр, 28-дің мәнін түсіндірсеңіз негізі. Негізінде ол датаға байланысты емес, бірінші шылық 28 ілмекте тоқылған. Сондықтан сондай атауы болып бекітілді. Көбісі ойлайды, біз 14 мемлекетте болғаннан кейін, көбісі ойлайды, біз 28 ілмек Қазақстанда емес, Ресейде немесе Еуропада ашылған деп. Бірақ біздің Қазақстанда ашылды. Тарихын айтып өтсек, ол да бір қызық әңгіме деп айтсам болады. Біздің фотожурналист Карла Нор деген кісі, ол фоторепортаж түсірген шала туылған сәбилер туралы. Жұмысына байланысты? Жұмысына байланысты. Ана мен бала орталығына барып, сол жерде репортаж түсірген. Шала туған сәбилер ненің ішінде, көздің ішінде, реанимацияға кіріп, көздің ішінде көрген. Соның ішінде бала жатты, балада тек қана көк шылық келген. Бұлай көвезде жатыр. Көвез деп айтатын нәрсе, ол андай бокс. Соның ішінде баланың барлық өмірін аппараттармен ұстап тұрады ғой өсіпкенше, салмақ жинағанша поддерживать. Сондай көвездің ішінде ол стерильді зона. Оның ішіне басқа киім салуға болмайды. Бірақ сол шылық болды. Сосын ол кісі сұрады, неге стерильді зонада мынандай шылық жатыр деп. Сол кезде дәрігер айтты, олар өте көп пайда тигізеді балаға. Массаж ретінде, жылу ретінде, сосын қан жүгіртеді. 100% жүн ол тітіркендіреді баланың денесін. Сол үшін өте маңызды. Олар бұл шылықтарды өздері тоқмайды, бір әжелерді тауып алады, әйелдерді тауып алады, тоқып бере алатын. Өтініш жасап іздейтін болып тұр ғой, өйткені ол кішкентай, өте кішкентай, 500 граммдық бала мысалға да, оған шылықтар сатылмайды дүкенде. Сондықтан заказға беріп алады екен врачтар. Сол кезде Карла Нур ол ойлады, ондай нәрселермен врачтар, дәрігерлер ойланбау керек. Олар баланы құтқаруды, медициналық көмек көрсету. Тұрғыда нету керек, ойлану керек. Ол нәрсені жай ғана адамдар істей алады, волонтерлар істей алады деп ойлады да, сондай өзінің жанында волонтерлар жинап, тоқи алатын әйелдерді жинап, сондай
клуб ашты. Сөйтіп Қарлығаш ханым кәдімгі ана мен бала орталығындағы көбезде жатқан шала туған баланы суретке түсіру арқылы бұл идея өмірге келген болып тұр ғой. Қазір Қазақстанда қанша аймақта сіздердің осы қордың филиалдары бар, шетелде, қай елдерде ашылды, бұл қолдады бұл жобаны? Біздің Қазақстанда ол 22 қаламызда бар. 14 мемлекетте бармыз қазір. Күшті. Ресейдің 98 қаламызда бармыз. Сондай-ақ Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Германияда бармыз, Молдова, сосын Эстония деген, Армения міне енді қосылайын деп отыр. Енді қосылды, жаңадан қосылған. Грузияда бармыз. Күшті. Енді бұл заттарды кімдер тоқиды, қыз-келіншектерді қайдан табасыздар, олар қайда жолығады, өзі арнайы уақыты бар ма, тоқу білетін адамдарды ғана аласыздар ма, осы туралы айтсаңыз? Олар бізді өздері тауып алады. Олар кәдімгідей адамдар, аналар, тоқи алмайтын, тоқи алатын, әртүрлі жұмыста істейтін, әртүрлі жастағы, әртүрлі жастағы жігіттер де бар арамызда. Күшті. Аталар да бар, Атырау қаламызда бар сол ата тоқитын. Бізге келу үшін тоқу білу міндетті емес. Бәрін үйретеміз, тегін үйретеміз. Тоқу білсе өте жақсы. Біз әртүрлі қалада әртүрлі, бізде Астанада біз сенбі сайын кездесеміз. Сенбі сайын әр түрлі жерлерде нақты орындарың жоқ, нақты орындарымыз андай біздің өзіміздің бір помещениямыз жоқ, сондықтан біз меценаттармен, кафе ұстайтын адамдармен, біздің клубымызда бар отель ұстайтын кісілермен солай әңгімелесіп договариваемся и кездесеміз әртүрлі жерлерде. Демек, сіздерді қолдайтын, сіздерге қол ұшын беретін астаналықтар былайша айтқанда бар, және көмектесіп тұрады, Өте көп, помещение жақтан бізді қолдайды. Ал енді мынау кішкентай шұлық, бұл неше граммдық балаға арналған шұлық? Ол әртүрлі. Ең кішкентай қанша салмақтағы балаларға негізінде тигізеді? Ең кішкентай 500 деп санаймыз. 500 граммнан бастап 2000 граммға дейін осындай. Бұл таза қойдың жүнінен тоқылады? Таза қойдың жүнінен. Міне қараңызшы, саусаққа кигеннің өзінде де мен жылылықты сезіп тұрмын. Расымен де мынау ішіндегі жүннің, жіптің құтанақтары баланың рефлекстерін оятып, оның дамуына күшті әсер ететін болып тұр ғой. Ертеде енді біздің қазақтар бұны білген, тұмаққа салу. Сондықтан да бұл кәдімгі заманауи медицинада да әлі күнге дейін ешқандай актуалдылығын жоғалтпай, сіздердің арқаларыңызда, сіздер сияқты қыз-келіншектердің арқасында кішкентай шақалақтар, шала туған осылай өсіп жатыр. Қандай күшті! Басы осындай ақ болады, одан да кішкентай болады. Шапкасын әдейі үлкенірек тоқимыз, өйткені олардың бастары кішкене үлкендеу болады. Жылудың бәрі басынан кетеді екен. Сондықтан шапка кигізеді. И носки. Бұлардың бәрін ашып көрсетсеңіз, қазір сіз ең басында тек шұлық киді дедіңіз. Қазір мынау кеудешелерді кигізеді ме? Шұлықтан бастадық, сосын дәрігерлер келе бара уже өздері айтты, шапка керек, кеудеше керек деп, сосын кеудеше тоқыдық. Кейбіреулерге кеудеше кие алмайды, өйткені көп трубочкалар, өмірін сақтап тұратын заттар көп, соны кедергі жасамау үшін плеттерді тоқи бастадық. Олар плетке орайды, не болмайды. Мынандай плет тоқыдық. Бізде өте көп күшті, жақсы тоқитын адамдар бар. Неше түрлі нәрсе тоқиялар. Мынау кәдімгі адамның бейнесі, Адамның бейнесі, біздің танымал әртісіміз. Мынау Димаш қой, қараңыздар. Тура Димаштың түрі. Осылай кішкентай шағын көрпешелерді тоқып, балаларға үстіне жауып, орап қоясыздар, күшті, қандай? Қымбатты қыз-келіншектер, сіз егер тоқу білсеңіз, білмесеңіз де, Астанада, жалпы біздің Қазақстанның кез келген қаласында, 22 қалада бар дедіңіз, осы
қорға келіп ат салысып кішкентай балалардың өмірін құтқаруға мүмкіндігіңіз бар, иә? Мысалы, осыны тоқисыздар, осындай жаңа басына киетін бас киім, шұлық болсын, бұлардың барлығын жинап, қай уақытта қалай өткізесіздер? Перзентханаларға, орталықтарға, өздеріңіздің арнайы кестелеріңіз бар ма? Қалай бұл жұмыстар жолға қойылған? Иә, осы 14 жылда ол бәрі жолға қойылған. Арнайы уақыт ол біз 3 айда бір рет жинап, бәрі тоқылған нәрселерді. Бізде Астанада мысалға 70-тен астам ерікті бар. Сондықтан олардың бәрі кездесуге келе алмайды. Кімнің қолы бос, сол кезекпен келесіздер, иә? Кезекпен емес, кім келе алады, келеді. Кім келе алмайды, үйде тоқып беріп жібереді. Иә, беріп жібереді болғанда, 3 айда бір рет біз жиналамыз бір жерде, бір үлкен жер тауып аламыз да, сол жерде бізде распределение деген нәрсе болады. Сол жерде барлық тоқылған нәрселерді әкелеміз бәрін. И біздің 14 отделениямызға оны сұрыптаймыз. Оны әрбір отделенияға біз әр бөлімшеге теңдеп бөліп береміз. Ойыншығын, барлық осы нені пятерка дейміз, плед, шапка, кеудеше, носки, ойыншық. Ойыншық деген не, мынау ма? Ойыншық осы. Бұл не үшін қажет? Бұның да пайдасы бар ма? Пайдасы өте көп. Қазір айтып жіберем. Сол біз 14 бөлімшеге бәрін бөлеміз да, біздің еріктілеріміз, автоволонтер деген бізде клубта бар. Олар жеткізеді, иә? Жеткізеді, иә. Бізде ол тек қана біздің қыздар емес, қыздардың күйеулері, ағалары, кімде машина бар, сол алады да апарады. Бір күнді соған бөледі. Мынау өзі ойыншықты айтатын болсақ, бұл шала туылған сәби, Данияда туылған, бір анада содан пайда болды. Бұл кісінің баласы кувезде жатқан кезде ол трубочкаларды жұлып, қайта-қайта қолмен тартып, ұстап, содан қан кетті, сол проблема болды. Соның анасы бұны шешем деп, мынандай осьминог болды, 8 аяқ болды. Соны тоқып, баланың көзіне салып қойды. Бала соны ұстап, кішкене тыныш болып қалды. Трубочкаларды жұлып неткен жоқ. Негізі анау дүниеге келген балалар бір нәрсені ұстап алса жібермейді ғой, тас қылып, иә? Ананың ішінде жатқан кезде ол құрсағынан ұстап үйренді ғой. Ол туылған кезде ол білмейді ғой туылды деп. Әлі ананың ішінде жатырмын деп ойлайды. Содан рефлекс қалды, бір трубочкаларды былай ұстап жұлып жатады. Демек, бұның да өзінің пайдасы. Қолына беріп қояды, өзі ұстап алып. Жанына салады, ол өзі былай тауып, ұстап тұрады. Жаным, күшті. Бұл 8 аяқтың да өзінің пайдасы, өзіндік рөлі және тарихы бар екен. Бұны да білмейді екенбіз. Күшті. Демек, бұл ойыншықтар жаңағы сіздер тоқыған бестік дедіңіз, соның ішіне қосылып жібересіздер, иә? Ең көп сұрайтын аймақ бар ма? Жоқ, әлде барлығына бірдей жібересіздер ме? Мысалы, бала туу көрсеткіш жағынан бізде Түркістан облысы, Маңғыстау облысы еліміз бойынша бірінші орында, иә? Иә, бірінші орында, бірақ ода клуб қандай үлкен емес, ерікті көп емес. Негізінде барлық аймақтарға теңдей бөліп бересіздер? Жоқ, барлық аймақтарда әртүрлі. Негізінде ең үлкен, ең көп шала туған сәби туылатын ол Астанада. Солай ма? Сосын бізде статистика бар, журнал бар, қалада қанша берілді. Сол журнал бойынша Астанада көбірек екен. Енді осы 14 жылдың ішінде қанша дүние тоқылып жіберілген туралы ақпарат бар ма сіздерде? Иә, бар. Сол біз әрбір тоқылған, сосын балаға жеткізілген нәрсені, бұйымды біз санаймыз. Бізде Қазақстан бойынша 2012 жылдан бастап 100 мыңнан астам бұйым тоқылған және балаларға жеткізілген. Ал барлық мемлекеттерді санайтын болсақ, 300 мыңнан астам бұйым тоқылған.
Қандай күштісіздер. Сіз өзіңіз қанша жыл болды осы қорға келіп? Мен тоқып жүргеніңізге? 2015 жылы келдім. Сосын 2017 жылы координатор болып тағайындалдым. Әлі күнге дейін осы 28 ilmek мені жібермей жатыр. Инстаграм парақшасында сіздің номеріңіз тұр жеке. Хабарласушылар көп пе? Өте көп, иә. Әсіресе сенбі келейін деп жатқан кезде көп телефоныңызға дамыл болмайды, жазады. Мен келгім келеді, үйренгім келеді деп. Ал сіз қазір не тоқып жатсыз? Мен қазір плед тоқимын. Бізде әртүрлі техника бар, ол андай ортасынан бастап былай тоқылады екен. Мен қарап отырсам бір үлкен береткеге ұқсайды. Түсінбей жатырмын да, не тоқып жатыр деп. Спицадан түсірген кезде осының ішінде жатады, иә, бала? Жоқ, квадрат болып шығады. Тоқып болғаннан кейін квадрат болады. Мынандай сияқты. Ой, біз енді тоқып білмегеннен кейін бала кезімізде әжеміз үйреткен, ана 5 сыммен шұлық, қолғап тоқитын едік қой, бірақ ұмытып қалыппыз. Дегенмен қайтып барса еске түсетін шығар. Әрине түседі. Ол велосипед тебу сияқты ғой. Бір рет нетсеңіз, ол есіңізде қала береді. Негізі тоқыма тоқыған жүйке жүйесін тыныштандырады дейді, осы рас па? Сіз тоқу білсеңіз, ол тыныштандырады, иә. Сіз кино көріп, былай тоқып отырасыз. Ал білмесеңіз, біраз жүйкеңіз тозатыңызшы. Үйренгенше енді кішкене нетесіз. Мынау ұл балаға арналған бестік, иә? Бұл енді кімге бұйыратынын сіздер 3 айда бір рет жинап тапсырамыз дедіңіз, сол кезде белгілі болады, иә? Иә, сол кезде. Сіздерді осы дүниеге баласы шалай туып, осы сіздердің бестіктеріңізді пайдаланған, балалары киген аналар сіздер тоқыған біледі ме? Иә, әрине. Ол аналар бізге, біздің фондымызға келеді да. Кейінде өздері келеді, иә? Хабарласады. Мысалға бізде бір ана бар, ол 2 қызды босанған, шала болып. Олар көп уақыт бізге спонсор болып келеді. Бізге жүн алып береді, иә. Жіп алып келеді, иә? Сіздер қайдан аласыздар? Әркім осы қорға келіп, тіркеліп, мүше болған адам өзі табу керек па? Жоқ, сіздерде қор бар ма? Жіпті, жүнді қайдан аласыздар? Негізінде біздің принципіміз ол әрбір келген волонтер өзімен алып келеді. Өйткені бізде андай тұрақты демеушіміз жоқ. Қойма жоқ деңізші, иә? Қойма да жоқ, иә. Өздері алып келеді, өздері тоқиды, содан өздері беріп жібереді балаға. Жіпті қалай таңдайсыздар? Мысалы, кейбіреулер айырмай қалуы мүмкін, анау әдемі жіптер бар ғой, мулина тоқитын жұмсақ, олар болмайды. Қатаң ережесі бар. Қандай жіп болу керек, қанша грамм, қанша метр, қандай, мысалға, меринос деген. Иә, қойдың сорты бар, иә. Иә, сорты да бар. Мүмкін сіздерге, мүмкін осы сұхбаттан кейін жаңа меринос қойын өсіретін шаруашылықтағылар жүн беруі мүмкін. Сұрастырып қарау керек, иә? Бұл да бір үлкен дүние ғой. Бірақ ол қойдың жүнін өңдеу керек қой, оны жуу керек, түту керек. Ол үшін түту керек, ол үшін бір помещение керек. Так что это нереально. Ал қай өңірлерде осындай меринос қойының жібі табу оңайрақ? Қазақстанда барлық жерлерде проблема. Ал шетелдіктер проблема жоқ, ә? Шетелдіктерде, мысалға, Германияда ондай проблема жоқ. Оларда выбор көп. Ресейде выбор көп. Өйткені олардың заводтары бар. Пехорка деген үлкен заводы бар. Бізде ондай жоқ. Бірақ бізде RG бренд деген демеушіміз болған. Олар тікелей сол пехоркаға шығып, үлкен партия алған. Бірақ олар тек үлкен партияларға етеді. Мысалы, 3-4 миллионнан бастап. Біз Қазақстан бойынша сондай ақшасы жинай алмаймыз. Сондықтан бұлай маркетплейстерден сатып аламыз. Бір 5-10 штук сондай. Бір бумасы қанша теңге тұрады шамамен? Бір бумасы шамамен 10 мыңнан басталады. Оған осы бір кешен тоқу мүмкін бе, жоқ па? Жоқ, оған 5 қана кешен тоқылады. Мысалға, бір мынандай бестікке 2 монтаж. 2 лоток дейсіз ғой, иә? Моток. А как он на русском? Ой, на казахском. 100%
жүннен жасалған болу керек, иә? Иә, мына жерде метражы жазылған, әрбір неде моторда қандай болу керек, қандай немен тоқу керек, соған қарап, жаңа келген адамдар да соған қарап, былай мынандай жіп ала алады өздері. Менің білуімше 28 петля қоры, 28 ілмек қоры бірнеше халықаралық еліміздегі еріктілердің номинацияларын жеңіп алған, иә? Сіздер алтын жүректі жеңіп алғансыздар. 2017 жылы алтын жүрек наградасына ие болдық. Ол медицина саласына үлес қосқан үшін. Сосын 2024 жылы вроде ең үздік волонтерлық қор деп танылдыңыздар. Дәрігерлерде сіздерді білетін шығар, неонатолог әсіресе, иә? Әрине, бәрі доссыздар ғой. Конечно, доспыз. Бізде Астанада жақында үлкен емхана ашылды. Аурухана. Аурухана ашылды. Сол аурухананың неонатология бөлімшесі де бар екен. Сол бөлімшенің дәрігері өздері бізді тауып алып, Инстаграмнан байланысқа шықты. Сондай мынандай киімдерді сұраған. Сол кезде бір ана да түсті сол ауруханаға. Ол ана да маған жазған. Мен айттым, міне дәрігеріңіз жазып жатыр, қазір беріп жібереміз нені. Егер де мысалы шұғыл қажет болса, апарып беруге сіздерде шұғыл қажет болса, бізде әрдайым запасымыз бар. Андай тоқылып, жуылып, дайын киімдер бар. Бірақ егер де болмай қалса, неде бөлімшелерде дәрігерлері өздері жазады. Хабарласады. 2012-ден бері енді 14 жыл өтті. Ең бірінші сіздердің осындай шұлықтарыңызды киген ұл қыздар қазір 14 жаста, иә? Ең алғаш болып осы сіздердің бұйымдарыңызды пайдаланған аналар бар ма? Хабарласады ма? Иә, хабарласады. Сосын бізде 17 қарашада шала туылған сәбилер күні болады. Сол күндерге орай біз фотовыставка, көрмелер жасайсыз. Фотокөрме жасаймыз, иә. Сол күнге орай үлкен шара ұйымдастырып, соған шақырамыз аналарды, балаларды, дәрігерлерді. Сол кезде бәріміз көрсеміз. Қауышып, бір-бірлеріңізге алғыстарыңызды айтып, күшті атмосферада мәз болып қайтасыздар, иә? Енді осы қорға мүше, клубқа мүше, қыз-келіншектердің де арасында достық, қайырымдылық, бір-бірлеріңізге әр адамның өмірінде әртүрлі жағдайлар болып жатады, қол ұшын беріп тұратын жағдайлар болады шығар, иә? Иә, біз еріктілермен бір үлкен отбасыға айналдық. Қандай қуанышымыз, неміз болса да, бәріміз бірге қуанамыз да, жылаймыз да, өміріміз былай клуб сыртынан да өтіп кеткен, араласып, дос болып кеттіңіздер, жүреміз. Мына кеудешені киген ұл ма, қыз ба болашақта музыкант болатын шығар, композитор, әнші, немесе әнге сөз жазатын ақын болуы мүмкін, өйткені музыкалық кілттің бейнесінде екен. Бұл сіздердің фантазияларыңызға да байланысты. Бұл фантазияға байланысты болған емес. Негізінде 24 маусымда, май маусымда. Мамыр. Мамыр. 24 мамырда Димаштың туған күні екен. Соған орай Димаштың фан клубы бар екен. Олар қайырымдылық акция жасады екен. Бұл жилетке, яғни кеудеше соған арнайы тоқылған ба? Соған арнайы, соған... Вау, күшті. Жаңағы мына көрпешемен бірге. Кім тоқыды, сіз тоқыдыңыз ба? Жоқ, оны бізде Зүлфия деген кісі бар, сол тоқыды. Мектепте істейді. Мұғалім болса да сіздерге келіп арасында... Бізде квантум мектебімізде андай кәдімгідей кружок сияқты, олар аптасына бір рет жиналады да, солар тоқиды. Тоқылған нәрселерді сосын бізге беріп жүреді. Күшті. Ондай практика бар мектептерде, компанияларда, Сергек деген компаниямызда тоже еріктілер жиналады. Сергек көшедегі камера ма? Иә. Офиста отырады да, тоқиды. Сергектегілердің қайырымдылық іспен айналысып жүрген сізден естіп отырмыз. Мынандай ойыншықтар тоқиды олар. Бұған басқа жүн керек ау деймін, иә? Бұған 100% хлопок. Мақта деп айтады. Иә, мақта. 100% мақта керек. Бұның жаңағы тоқитын жібінің
құрамы басқа дейсіз ғой? Құрамы басқа, ол тітіркендірмейді, андай жұмсақ, қолына ұстауға ыңғайлы жайлы болсын деп тоқимыз. Күшті. Айгүл ханым, сіз қолыңыз босаған кезде тек тоқи бересіз ау деймін, үйде? Әрбір 5 минут, 3 минут болса тоқи береміз. Қайда болсақ та, қайда жүрсек те тоқи береміз. Өзіңізге киім тоқисыз ба? Әрине, бәрін тоқимыз. Мен өзім мектептен бастап менің анам тоқуды үйреткен, содан бері тоқымам өмірімнен кеткен жоқ. Үлкен хоббиға айналды, қайырымдылық іске айналды. Сіз енді былайша айтқанда күн сайын біреуге жақсылық жасап жатырсыз. Сіз осы қордағы барлық қыз келіншектер үшін мен бүкіл қазақстандықтардың, шала туған балалардың аналарының атынан алғыс айтамын. Тек қана аналар емес, барлық отбасы ол баланың тезірек дамып, өсіп кеткенін қалайды. Сондықтан сіздер жасап жатқан бұл ізгі іс өте құптарлық дүние және үлгі алатын дүние. Сондықтан мен осы Қазақстанда бірінші болып бүкіл әлемге тараған осындай еріктілердің ісі бүкіл әлемге үлгі болғанына сіздер үшін мақтанамын, ризамын, рахмет айтамын, алғыс айтамын. Рахмет, сіз де қосылыңыз. Жақсы, мен жаңа тоқу білемін аздап. Кішкене жүйке жүйесін тыныштандыруға көмектеседі баруға болатын сияқты. Ал Айгүл ханым, мен сияқты тоқуды ұмытып қалғандар, мүлде білмейтіндер осы кітапқа қарап та үйрене беруіне болады, иә? Әрине, ол кітапты біздің еріктіміз Эльмира ханым деген кісі. Құрманбаева Эльмира. Бұл да Қазақстаннан шыққан кітап. Біздің Астанада тұрады ол кісі. Өзі бухгалтер, жазушы емес, бірақ андай творческий адам болғаннан кейін кітап жазғысы келді. 28 ілмек туралы. Ол жерде не схема, андай қалай тоқу керек, тек қана сондай емес. Ол жерде мына жерде QR код бар екен, бұл YouTube-қа шығатын. Үйрететін канал, иә? Бізде ол кісіде YouTube канал бар, андай тоқу үйрететін. Барлық осы бестікті үйрететін. Жандарым, сондай тәтті, кішкентай. Мына жерде бар. Латиф мына кісі. Мен дәрігер, иә? Ол кісі де бізбен тоқыған. Еріктіміз болған. Дәрігер Латиф та тоқымашы деңізші. Ол кісі де тоқы біледі. Бұл кісінің медицинаға келген өзінің тарихы бар. Ол да қазір өте көп балаларға реабилитациядан өтіп, сал ауруына шалдыққан балаларға көмектесіп жүр. Ол кісімен де сұхбат аламыз болашақта. Жақсы дәрігер, жақсы азамат. Керемет. Айгүл ханым, сізге алғыс айтамыз, уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін, осы қор туралы айтып бергеніңіз үшін. Астана бұл әдемі қала болғанымен, қаланың тұрғындарсыз бұл ғимараттарда, үйлерде бос болушы еді. Сондықтан әрбір пәтерде, әрбір үйде Астананың өміріне, дамуына үлес қосып жатқан жандар өте көп. Біз оларды осы біздің Астана Лайв подкаст каналы арқылы сіздерді таныстыруды жалғастырамыз. Каналға жазылып, тіркеліп, лайк қойып жақындарыңызға жіберсеңіздер болады. Ал сіздер сияқты қыз келіншектермен біз мақтанамыз, қатарларыңыз көбейе берсін. Сосын мериноз қойының осындай таза жүні болса, осы қорға жіберіңіздер. Бір домалақ болса да, 2 домалақ болса да, жіп, ол өзге балалардың өмірін құтқаруға көп пайдасы тиеді. Біз жақсылық жасаудан шаршамайық, жақсылық жасап жарысайық. Сіздер сияқты арулар көп болсын. Рахмет келгеніңізге. Аман болыңыз.